Құрметті қазақ елі, бірнеше күннен бері әлеуметтік желіде тарап жатқан ақпараттағы Қасымбаев Хасан деген мен боламын. Талғарда болған қайғылы оқиға, Черзат деген баланың қазасына, туған туысқандарына, әке-шешелеріне қайғырып көңіл айтамын. Әрине қиын, жас өлім ешқайсымыздың басымызға бермесін. Мен де әкемін, 3 бала тәрбиелеп өсіріп отырмын. Біздің отбасымызға да әрине оңай болып тұрған жоқ. Қанша күннен бері ұйқы жоқ. Жалған ақпараттар менің және менің отбасыма бәрінің мазасы кетті. Қанша күннен бері ұйықтамадық. Банда деп жатыр, ОПГ деп жатыр. Ондай неге менің қатысым жоқ. Заң алдында сотталмағанмын, заңмен ешқандай проблема болмаған. Әрине, жаңағы інісі сотталған, анау деп айтып жатыр. Інім 2017 жылдан бері өзінің жазасын өтеп жатыр. Заң бәрімізге ортақ.